Шығыстың ежелгі әдебиеті мен мәдениетінен үлгі алған тамаша шежіреші мәшһүр Жүсіп Көпеев өзі өмір сүрген 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басындағы діни қараңғылыққа, надандыққа, феодалдыққа, ескілікке қарсы шығып, халықты оқытуды, оятуды арман етті. Өзінің өмір сүрген уақыты заман деңгейіне көтерілуде, ондағы оқиғалар мен қоғамдық құбылыстардың мән жайын жете аңғаруда, мәшһүр Жүсіп Көпеевке көзі қарақты сауаттылығымен қатар, табиғи дарын, ақындық, құймақұлақ шежірешілдік, халықтың ауыз әдебиеті үлгілерін жинауға деген ықыластылық аз әзер етпесе керек. Оның үстіне ол жас кезінде Бұхарадағы Көкілән медресесінде оқып, араб, парсы тілдерін жақсы білген жандардың бірі. 1858 жылы қазіргі Павлодар облысының Баянауыл ауданындағы Қызылтау болысында өмірге келген мәшһүр Жүсіп Көпеевтің шын аты Жүсіп, ал мәшһүр арабтың белгілі деген сөзі. Өз жазғандарының кейбірі жарияланып, елге атағы жайылған шақта Жүсіп есіміне мәшһүр сөзі тіркеледі де, мәшһүр Жүсіп атымен кетеді. Жүсіптің әкесі Көпей Сермұхамедұлы кезінде қазаққа обадай тиетін жұт жылдарының бірінде аты енеден ерте айырылған Қарақасқа атты кедейдің бірі болған. Ауыл қариялары ақын әкесі есімінің Көпей аталуының себебін жоқ жітімді көп көрген ол, уызына жармаған қозыдай шипая өскендіктен оның атын солай атап кеткен деп түсіндіреді. Десе де, қиындық пен ауыртпалықтың дәмін ерте татқан ол, марғау тіршілікті мансұқ еткен ауылдастарындай болмаған. Уақыт өте келе Көпей Сермұхамедұлы пысық та ширақ, еті тір адамдар санатына қосылып, Алтай Қуандық еліндегі Шотаяқ байдың Қараөткел, Атбасар, Омбы, Қызылжар төңірегінде жүріп тұратын жүк керуенінде кіреші болып жұмыс істейді. Ел көріп, жер көріп, көз ашылады. Сонда жүріп үйлі баранды болған соң, өзінің кіндік кесіп кір жуған жері Қызылтауға келеді. Бірақ мезгіл қайталанып отыратын жұт жылының ауыртпалығынан ақынның әке-шешесі өз атамекенінен Дуан орталығы Баянауылға қоныс аударып, көп жатақтардың бірі болып тұрмыс кешеді. Ата-анасының сол бір жылдардағы тұрмыс тауқыметі ақынның мына бір өлеңінде айқын көрініс тапқан. Ішінен көшпендінің болдық жатақ, емес қой жатақ деген оңды атақ. Атасы басқарумен ауылдас бұл, кішкенеден әр түрлі көрдік жатақ. Жылым қой тауық жылы мен 3 жаста, ғарыптық бұл жалғанда біздің баста. Айырылып ел жұртынан көшіп әкем, қыстадық қызыл ағаш, бұзау таста. Өмір тауқыметінің ащы тұщысын көріп өскен Көпей Сермұхамедұлының Дуан орталығы Баянауылға қоныс аударған соң, енді балаларының үлкені болашақ ақын Жүсіпті оқытуды мақсат етеді. Өзінің бұл ойын жүзеге асыру үшін, ол сондағы Қамар Хазіреттің медресесінде күзетші болып орналасып, еңбек төлеуіне Жүсіпті оқуға алуын өтініш білдіреді. Қамар Хазірет медресесінде 15 жасына дейін білім алып, мұсылманша хат таныған Жүсіп 1872 жылы тұңғыш рет Қараөткел, Атбасар, Қызылжар маңын жайлайтын Алтай Қуандық Тоқа елдерін аралауға шығады. Ондағы ойы өзінің жас кезінен бергі қиялына қиял қосқан халық қазынасы, ауыз әдебиеті үлгілерін жинауға деген алғашқы талпыныс. Шоқтықты келген атандай қаралы атқа мінген бұл мініс көлігі өзіне кейін көп жылдар бойы серік болған балаң жігіт, қанжығасына қағаз толы қоржынын бөктеріп ап, бүкіл жаз одан күз бойына солтүстік өңірін шарлаған алғашқы сапарында көп жайлардың куәсі болады. Ол ел мен ел, ру мен ру арасындағы бақталас бақастықтың, қарапайым жандардың қараңғылығын пайдаланып, оларды сүліктей сорған бай молдалардың, қожалардың қатыгездік қылықтарын, бұдан да басқа теңсіздік, әділетсіздік көріністеріне енжар қарай алмаған. Өсекті қожа менен молда айтады, басқадан олар тіпті оңды айтады, арасын ағайынның балдан тәтті, дау жанжал ұрыспенен мола айтады дейді ол өзінің алғашқы ел аралаудан кейін жазған бір өлеңінде. Халықтың ауыз әдебиетін жинауға деген әуесқойлық бірте-бірте оның өмірлік мақсат мұратына айналады.
ел арасынан өзінің бала күнге естіген ертегілері, қисса жырлары, жаңылтпаштар жұмбақтар жас жігіт санасына есейе келе олардың туу тарихымен әр түрлі варианттармен ұштасып қағаз бетіне түсе береді. Міне, Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің 19 ғасырдың аяқ кезіндегі өмірі осындай зерттеушілік, шежірешілік, оған қоса әлеуметтік теңсіздікті сынайтын ақындық жақтарымен көрінеді. Өмірінің одан кейінгі ширек ғасырдан астам уақыт ішінде ақын аталмыш жинағына қаншама халық даналығын қосты. Мәшһүр бір кіндікте 3 ағайынды, бірақ бауыры Хасен жас кезінде қайтыс болыпты. Одан кейін туған қарындасының аты Мәдина. Әкесі Көпей 73 жасында дүние салған. Ақынның өз семьясы жайында сөз етер болсақ, ол кісінің жұбайы Рабиға 3 жыл 2 қыз тәрбиелеп өсіріп, 1916 жылы, кей деректерде 15 жылы, Баянауыл дуанының Ақкелін болысына қарасты Айдос ауылында қайтыс болған. Мәшһүр Жүсіптің балаларының үлкені Шарапи, ортаншысы Әмен, кенжесі Фазыл, қыздарының аттары Бәтима, Әмина. Үлкен ұлы Шарапи 1936 жыл әке қазасынан 5 жыл өткен соң дүниеден қайтқан. Мәшһүр Жүсіптің өмірден өткен кезі 1931 жылдың 27 қарашасы. Шарапидің жұбайы Ақ Зейнеп. Ортаншы баласы Әмен Республика Халық комиссарлар советінің елдегі қалың мал, сауатсыздықты жою туралы декретіне алғаш рет үн қосқан жастардың бірі. Осы міндетті орындау барысында ол Сара Есова сияқты жалындаған жастармен бірге алдымен ауылдық жерлерде, сосын арнайы жолдамамен Ташкент қаласындағы 14-ші мектепте мұғалім болып жұмыс істейді. Әмен 1921 жылы 33 жасында ата-анасы қалың малға бермекші болған 13 жасар мектеп оқушысын қорғау жолында тап жауларының қолынан қаза тапқан. Баласының өлімін Ақжол газетіндегі қазанамадан оқыған мәшһүр қарт оған арнап: «Қан түсті 63-ті аяғыма, оқ тиді түзді жүрген саяғыма» деп 13 шумақ жоқтау жазған. Кенже ұлы Фазыл әкесінің өмір сүрген жері Павлодар облысының Баянауыл аудандағы Жаңажол совхозында ұзақ жыл мұғалім болып қызмет істеген. Жеткіншектерге сапалы білім берудегі еңбегі үшін ол Ленин орденімен наградталып, 1969 жылы пенсияға шыққан соң қайтыс болған. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы Бұхарада жоғары дәрежелі діни оқуда тұрақты білім алған. Бала оқытқан. 1887-1890 жылдары Орта Азияға саяхатқа шығып, Түркістан, Ташкент, Самарқан, Бұхара қалаларын аралап, көрнекті ғылым білім адамдармен танысып, шығыс әдебиетін зерттеген. Мәшһүр араб, парсы тілдерін жақсы білген. Өзінің жазған мақала өлеңдерін Қазан қаласындағы Хұсайыновтар баспасына жіберіп тұрған. 1907 жылы оның «Хал-ахуал, Сарыарқа кімдікі, тірлікте көп жасағандықтан көрген бір тамашамыз» атты кітаптары басылып шығады. Ғалым, философ, ақын көптеген дастандарды жазып алады. Сондай-ақ мәшһүр Бұқар Жырау, Шортанбай Шөже тағы басқа ақындардың әдеби мұрасын хатқа түсіріп қалдырған. Мәшһүр Жүсіп байларға, қожа-молдаларға қарсы, олар сияқты мал дүние жимаған сақи жомарт ақын. Оны көре алмаған үстем тап өкілдері дінге, патша үкіметіне, феодалдық қалдыққа қарсы халықты тура жолдан тайдырушы деп соңына түскен. Көп алдым, атасы өлсе атамасын, көз қиып қалың малға матамасын. Атымды мәшһүр деген 300 білді. Дүниеде мұнан артық не табасың деген ақын. Көп қырлы талант, этнограф, ауыз әдебиетін мол жинаған фольклоршы, шежіреші, тарихшы, ғұлама, көріпкел Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы 1931 жылғы қарашаның 27-сінде дүниеден озған.